Бізде жазық конденсатордың электр өрісіне орнатылған газ разрядты түтікшеден катод сәулелері дейді. Мына жақта мынандай сурет қойдым. Оның қалай жұмыс жасайтын принциптері. Мысалы, мына жақта міне катод тұр. Стрелкамен әрбір бөлшектің элементтері. Яғни өздерің байқап тұрғандарыңдай, мына жасыл сызықтарға мән берсеңдер, олардың бағыттары бізде жоғары қарай кетіп тұр екен. Сонда бізде бұл Б жауабына сәйкес келеді. Кедергілері R, 2R және 3R 3 кедергі параллель жалғанда максималды күш дейді. Так, бізде параллель жалғанған кезде кернеулер тұрақты болады. И осы кездегі максималды күш дейді. Яғни ток күшін сұрап тұр. Формула бойынша кернеу кедергілерге бөлінеді. Яғни бізде үш жағдайдың үшеуін жазып қойық. Осындай үш ток күші қазір бізде есептің шарты бойынша берілген. Енді әрине біз оны мына екеуіне қарағанда кәдімгі қарапайым R-ге бөлген кезде, яғни бұл ең кіші мәні болып тұр ғой кедергінің. Сол кезде бізде сәйкесінше осы үшеуінің ішінен I1 ең үлкені болып саналады, яғни ең көбі осы. Бұл әрине қай кедергіде? А вариантында R кедергіде болады. Индукциясы 7,5 Тесла біртекті магнит өрісіндегі салмақсыз жіпке ілінген түзу өткізгіш арқылы 4 ампер, бұдан жерде 4 ампер өткен кезде, ток күші өткен кезде 60 сантиметр ұзындығына күш әсер етеді. Және магнит күш сызықтарымен жасайтын бұрышы 30 градус өткізгіштің массасын сұрап тұр. Қазір индукциясы 7,5 Тесла. Так, бізде ток күші берілген 4 ампер. Жіптің ұзындығы 0,6 метр. Так, бізде еще бұрыш бар. Және өткізгіштің массасын сұрап тұр екен. Так, бізде бұл жақта енді екі күшті өз ара теңестіреді екен бізді. Ауырлық күші mg, одан кейін ампер күші BIL синус альфа. Осы жақтан массаны табатын болсақ, еркін түсу үдеуі бөлшектің бөліміне кетеді. Енді қалғандарын жай-жайына қойып шығады екенбіз. 4 көбейтілген 0,6, көбейтілген синус бізде 30 градуста 0,5, одан кейін оны 10-ға бөлеміз. Так, бұны қазір тез есептеп жүрсек. Нөл бүтін оннан 9 килограмм деген жауап шығады екен. Ол бізде 900 грамм А жауабына сәйкес келеді. Так, келесі бізде массасы 150 килограмм және жылдамдығы 100 метр секунд метеорит жер бетіне 30 градус бұрыш жасап жерге құлап келеді. Жер бетіне өте жақын маңайда метеоритке әсер ететін ауырлық күші. Так, бірінші массасын жазайық. 150 килограмм берілген, бізге оның жылдамдығы берілген 100 метр секунд. Кейін жерге түсетін бізде бұрышы берілген. Сол кездегі бізге ауырлық күшін сұрап тұр екен. Енді бұл есеп кішкене подвох бар есеп. Өйткені жерге түсетін кездегі ауырлық күші оның бұрышына немесе оның бір қандай да жылдамдығына ешқандай қатысы жоқ. Кәдімгі mg мен таба саламыз. Главный бізде салмағы бар 150 килограмм, оны 10-ға көбейтеміз, сонда 1000 ньютон деген жауап шығады екен. Ол бізде Б жауабына сәйкес келеді.
Келесі бала түзу сызықты қозғала отырып E нүктесінен бастап B нүктесіне барады және кейін A нүктесіне барып тоқтайды. Осы кездегі жол мен орын ауыстыруын сәйкестендіріңіз. Так, бізде мына сызбаны көріп тұрмыз. Так, осы жерден бізде айтады E мына жақта орналасқан E нүктесі. Дәл осы жерден ол B-ға барған. B-дан кейін қайтып A нүктесіне барған. Енді бірінші жол бізде жалпы оның жүрген жолы 1, 2, 3, 4, одан кейін қайтып артқа қайтқан 5. Яғни 5 метр ол бізде жүрген жолы. Ал енді оның орнын ауыстыру бізде бастапқы нүкте қайсы? E нүктесінен бастады, соңғы нүктесі бізде A нүктесінен барып тоқтағанын айтады. Яғни A нүктесінен барып тоқтаған. Бастапқы нүкте мен соңғы нүктені қосатын ол бізде орын ауыстыруды береді. Яғни олардың арасында 1, 2, 3 метр. Сонда бізде 5 метр және 3 метр D деген жауабы дұрыс болады екен. Пайдалы қуаты 14 киловатт жылу қозғалтқышының қыздырғышының температурасы. Қыздырғышының температурасы бізде 207 Цельсий, ал суытқыштың температурасы -33 Цельсий. Қозғалтқышының қыздырғышты 1 сағатта беретін жылу мөлшері. Так, бізде қуат 14 киловатт. Жылу қозғалтқышының қыздырғышының температурасы қыздырғыштікі яғни 207. Так, оған 273-ті сразу қосып жіберейік. 480 Кельвин. Одан кейін бізде екінші суытқыштікі ол -33. Сонда 273-тен азайтамыз 33-ті. Сол кезде бізде 240 Кельвин суытқыштікі екен. Одан кейін қыздырғышы 1 сағатта беретін жылу мөлшері, яғни сағат. Қойыңыз 1 сағат. Немесе 3600 секунд. Жылу мөлшерін табу керек. Яғни бізде қыздырғыш пен суытқыштың температурасы берілген, біз бұл екеуі арқылы пайдалы әрекет коэффициентін таба аламыз. Яғни Т1 минус Т2 бөлінген Т1. Так, бізде 480 азайтылған 240 бөлінген 480. Яғни 0,5. Пәгі 50% екен. Енді пәктің бізде келесі формуласы А бөлінген Q. Енді осы жерден біз Аны ашатын болсақ, қуат көбейтілген уақыт бөлінген жылу мөлшері. Енді бұл тең пәкке. Біз осы жақтан жылу мөлшерін қазір қорытып шығатын болсақ, П-ті бөлінген нью. Одан кейін бізде қуат берілген 14000, уақыт бізде 3600. Ал оны 2-ке көбейте салайық. Бәрібір ол 0,5-ке бөліну деген 2-ке көбейтілген екеуі бір нәрсе. Так, сонда бізде болады екен 14000-ді көбейтеміз 3600-ге, оны көбейтеміз 2-ге. Бізде, яғни А варианты бұл жерде 108 мегаджоуль деген жауап шығады екен. Біртекті магнит өрісіне, магнит индукция векторына жылдамдығының бағыты перпендикуляр болатын протон мен альфа бөлшек бірдей жылдамдықпен ұшып кіреді. Осы жағдайда олардың қозғалыстарының қисық сызықтық радиустарының қатынасы дейді. Мұндағы Q альфа 2 Q протонға тең, ал альфа массасы 4 протонның массасына тең екендігі берілген. Жарайды, бұл жерде біз қазір мына формуланы қолданамыз. Центрге тартқыш күштің, яғни mv квадрат бөлінген 2-ні, бөлінген r-ді біз теңестіреді екенбіз Лоренц күшіне. Яғни ол бізде QBV. Так, осы екі күшті бір-біріне теңестірген жағдайда бізде қазір мына екі жылдамдық
бір квадратмен қысқарып кетеді. Осы жақта енді радиус табатын болсақ, mv бөлінген qb. Мынандай форма қорытып шығады, яғни магнит өрісіндегі есептердегі радиусты табатын, яғни біздегі формула енді осылардың бір-біріне қатынасын табамыз. Бізде есептің берілгені бойынша олардың қозғалыстары радиустердің қатынасы, яғни альфаны протонға бөледі екенбіз. Қазір екеуін жеке-жеке ашып шығайық. М альфа, так, жылдамдыққа тиіспейміз. Q альфа бөлінген Б. Енді протондікі. Екеуін осылай бір-біріне бөлжелетін болсақ, жылдамдықтар осылар өзара кетіп қалады. Енді бізге мына жақта есептің мұндағы деп беріп қойған. Альфа бізде альфаның массасы ол 4 протонның массасына тең. Оны бөлеміз. Мына жақта альфаның заряды ол 2 протонның зарядына тең екен. Енді біз бұны бөлеміз протонға. Осы орайда бізде осылар қысқарып кетеді. Сонда 4-2-ке бөлеміз 2. Сонда есептің жауабы альфаның радиусы протон қатынасы ол бізде 2-ні береді екен. Ол бізде С жауабында тұр. Протон электр өрісінің күш сызықтарына қарсы орын ауыстырса, электр өрісінің жұмысы дейді. Так, бізде ол оң зарядтан теріске қарай, плюстан минусқа қарай қалыпты жағдайда қозғалады, және ол 0-ден үлкен болады. Ал енді біздің жағдайда қарсы қозғалса дейді, яғни ол мына бағытта осылай кетіп бара жатса, бізде осы жұмыстың формуласын еске түсірейік, осыған байланысты. QED косинус альфа, Енді бізде қараңдар, 180 градусқа алайында артқа қарсы деп тұр ғой, ол тіке кетіп бара жатса, артқа қарай бұрылады осылай 180 градусқа. Қарсы. Сонда біз мына жақта косинустың орнына косинус 180 деп қарастырып жүреміз, ол бізде минус 1-ге тең. Сонда формуладың алдында минус пайда болады. Яғни минус деген сөз ол 0-ден кіші дегенді білдіреді екен. Яғни бізде 0-ден кіші деген вариант А нұсқасында тұр. Біздегі соңғы есеп, R1 5 Ом, R2 10 Ом тізбекте жалғанса дейді, мына екеуінің қатынасы. Тізбекте жалғанған кезде бізде ток күшінің тұрақты екенін білеміз. Яғни осы орайда біз екеуін жеке-жеке ана екеуінің қатынастарын қазір ашып шықсақ. I бөлінген R2 10 бөлінген I деп құру өзін жазады, өйткені ол тұрақты біздің жағдайда 5-ке. Мына екеуі қысқарып кетеді. Бөлшектің бұлай екеулер жайлар алмасып кетеді, тек бөлімдері қалғандықтан. Бұл бізде 1-де 2 қатынасы екен. А жауабы.